Қазақтың ұлттық тағамы бөртпе, яғни бүрме қарын деп те атайды. Бүрме қарынның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысымызға туралған қара кесек еттерімізді, осылай қабырға еттерді салып, соңынан көкөністердің барлығын қосатын боламыз. Жуа, картоп, болгар бұрышы, чеснок. Ежелде ата-бабамыз піскен етті ұзақ сақтау үшін және де алыс жолға шығар кезде осы бөртпе қарынды жасайтын болған. Яғни піскен ет ұзақ сақтау үшін осылай бүрме, бөртпе қарында деп атайды. Сол қарынға салып сақтайтын болған. Жуамызды осылай ірілеп турап, бұрыштарымызды да, сәбізімізді де осылай ірі-ірі көлемде турап салатын боламыз. Үйде қандай көкөністер бар, яғни қазіргі заманға сай қылып, осындай бүрме қарын жасайтын боламыз. Дәміне қарай тұз бұрышымызды салатын боламыз. Ет өзінің майында, өзінің сөлінде пісетін болады. Тұз бұрышымызды салып болғаннан кейін жақсылап араластырып, 40 минут 1 сағатқа бетін жауып қойып қоятын боламыз. Себебі тұзымыз осылай етімізге, көкөністерімізге сіңіп, кішкене өзінің сөлін бөлетін болады. Енді алдын ала тазартылып алған осында қарнымызды жуып тазалап аламыз. Мен көп қайтара жуып болғаннан кейін иісі кету үшін тұзға 1 күнге салып қойдым. Иісі мүлде болған жоқ. Осылай тап-таза етіп жуып алатын боламыз. Немесе иісін кетіру үшін тағы бір жолы сірке суына, яғни алма сірке суына жуып тазалап алсаңыздар да болады. Енді салмамыз дайын болғаннан кейін кезекпен кезек, яғни бірінші картоп, сәбізді, сосын етті салып, осылай кезек-кезек салып, барлығын нығыздап қарнымызға салатын боламыз. Қарынның бір шетін жуан жіппен жақсылап байлап алдым. Осылай бір шетін салуға қалдырдым. Барлығын нығыздап салып болғаннан кейін, енді жуан жіппен, үлкен инемен аузын тігетін боламыз. Осылай салманың түбінде қалып кеткен жуалардың барлығын салатын боламыз. Себебі жуа өте дәм беретін болады. Жақсылап аузын тігіп болғаннан кейін қайнататын ыдысымыз, қазанымыз үлкен болу қажет, яғни қарын емін-еркін сыйып кететіндей болуы керек. Ыдысымызға қарнымызды салып болғаннан кейін қарынның бетін жабатындай етіп, толтырып су құйып алатын боламыз. Қайнаған кезде қарнымыз жарылып кетпеу үшін үлкен инемен барлық жерінен осылай тесіп шығатын боламыз. Кейіннен отқа қоятын боламыз. Суымыз қайнағанша қатты отта тұрады. Қайнап болғаннан кейін баяу отқа ауыстыратын боламыз. Себебі бірден қатты қайнап кетсе, қарнымыз жарылып кетуі мүмкін. Орташа баяу отта 3,5 сағат, 4 сағат қайнататын боламыз. Бүрме қарнымыз дайын болды, өте жұмсақ болып шықты және өте дәмді болды. Егер де менің видеом сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Нұргүл.